Бүгін еліміздің барлық мешіттерінде ертемен Рамазан айынан кейінгі ораза айт намазы оқылды. Әдеттегідей Қызылжар орталық мешітіне келген халықтан аяқ басар жер болмады. Алла үйіне жиналған жамағатты облыс әкімінің орынбасары Айдарбек Сапаров құттықтап, өңіріміздің бас имамы Кенжетай қажы Байкемелұлы айт құтпасын оқыды. Оразаны аман-есен аяқтаған жамағат шүкіршілік ету мақсатында Алла көмінен мешітті бетке ұстады. Ай бойы Алланың разылығы үшін ауыз бекіткендер аш құрсақ жүріп, көзді харамнан, құлақты өсектен, тілді ғайбат сөйлеуден тыйды. Осылайша тақуалықтарын айғақтады. Ал айт намазынан кейін ораза қабыл болсын, айт құтты болсын деп бір-біріне ізгі тілектерін айтып, мәре-сәре болысты. Тәуелсіздік алғаннан кейін бірінші Алла, екінші елбасымыздың салиқалы саясатының арқасында еліміз бүкіл әлемдегі танымал елдердің жанына қатар болып, экономикамыз көтеріліп, соның ішінде тіліміз бен дініміз дамып, бүгін өздеріңіз көріп отырсыздар, мешіттің іші де, сырты да толған халыққа. Бұл дегеніміз дінге бет бұрып, әсіресе жастар жағы бұл үлкен жетістік деп ойлаймын. Тек қана жасылықпен жылдан жылға, айттан айтқа жете берейік. Амандықпен кездесейік. Барлықтарыңызға жақсылық тілеймін. Аман сау болайық. Бүгін мұсылмандардың ең ұлық мейрамы болып саналатын Рамазан айты, ораза айтына қош келіпсіздер. Алла Субхана тағала осы айтымызды мұбарак қылсын. Алла Субхана тағала елімізге, халқымызға тыныштық берсін. 30 күн бойына қылған дұға тілектеріміз, оқыған тарауық намаздарымыз, осы Қызылжар өңірінің атынан түсірілген хатым Құранымыз, барша осы айтта қылған дұға тілектеріміз қабыл болсын. Айт сөзі қарымта деген мағынаны білдіреді. Алла тағала әрбір ізгі амал мен игілік істің сауабын беріп, мейірім шапағатын төгеді. Сондықтан Қызылжар орталық мешіті ораза айтының 3 күнінде жетім мен жесірге, тұрмысы төмен отбасыларға көмек беруді жоспарлап отыр. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының бір бағыттарының бірі осы қайырымдылық іс-шараларын жүргізу. Бір ай бойы біз Қызылжар орталық мешіті және біздің облысымыздағы барлық мешіттер барынша кешкі ифтар, яғни ауызашарлар ұйымдастырылды. Айтта әрбір мұсылман осындай қайырымдылық жасауға міндетті, садақа беру, жақсылық жасау. Әрбір үйде дастархан жайылады, бір-біріне қонаққа барады. Қандай да адамдар ренжіткен болса, бір-бірлерін кешіру керек. Рамазан айты күні жуынып, шайынып, барын киіп, мешітке келіп садақа беру сүннет амалдардан болса, сол секілді көрші қолан туған туысқа ізгі тілекпен айттап кіріп шығу адамдар арасындағы бауырмалдықты, ізеттілікті дәріптейді. Жаңа ғана мінекей айт намаздан шықтық. Алланың берген несінде, Алланың берген рахымына мың бір шүкіршілік етеміз. Келесі жылы келесі ораза айына, ораза айтына басымыз аман, бауырымыз бүтін, бүкіл ел болып, жұрт болып, жақсылықпенен келуге жазсын. Менің ұстаздық тілегім, қариялық тілегім осы. Бүгінгі қуанышымызға шек жоқ. Алла тағаланың міне заманымыздың, еліміздің аманында, Қазақстанымыз өркендеп жатқан уақытта дініміз келіп, тіліміз келіп, бізден бақытты жан жоқ. Біз үлкендер, біз қажылар, намысқандар, Алла тағаланың жердегі үйінде еліміздің аман болуына, жұртымыздың тыныш болып, азаматтарымыздың мәртебелері биік, жүздері жарқын болып, биіктен көруіне, бала-шағамыздың аман болуына тілек тілейміз. Айгүл Ысқақова, Қуаныш Қазбеков, ақпарат.